Сәлем достар, менің есімім Салтанат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жусай мен жұмыртқамен чебуреки дайындаймыз. Чебурекиді мен өзгеше тәсілмен бүгін жасадым. Жасап көрейік. Ал енді ішіне салмасын дайындаймыз. Бір орташа пиязымызды алып, майдалап, турап алатын боламыз. Жусайымызды алып, оны да майдалап тураймыз. Газға тавамызды қойып, 2-3 қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Пиязымызды кішкене қызартқанша қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жусайымызды салып қуыратын боламыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқа салдым мен. Оны да қуырып аламыз. Ішіне салатын салмамыз дайын, енді қамырын жаятын боламыз. Менің алдыңғы видеоларымда чебурекиді тестасын дайындау несі бар видео, сол бойынша жасадым. Қамырымызды жұқалап тұрып жайып аламыз. Жұқа болған сайын чебурекилер хрустящий болады. Стаканның көмегімен осылай кішкентай осылай кесіп аламыз. Міне барлығын дәл осылай кесіп алдық. Енді чебурекилерді түйетін боламыз. Кішкентай қасықпен бір қасық салмасын саламыз. Ал енді үстіне осылай қамырды тағы үстіне қойып шығамыз. Шет-шетін басып, шығамыз шет-шетін. Бауырсақ қырғыштың көмегімен сырттарын осылай әдемілеп әсемдік үшін кесіп шығамыз. Ал қазанымызға майымызды қойып қыздырып алдық. Енді чебурекилерді салып қуыратын боламыз. Асты қызарды, асты қызарғасын үстінен аударып қоямыз. Дәл осылай қып-қызыл қылып, 2 жағын бірдей қылып пісіріп аламыз. Тағы да осылай салып, аударып, осылайша пісіріп аламыз.
Чөбірекейлер дайын. Ішіне жуса мен жұмыртқаны салдық. Өте дәмді болады. Үйде жасап көріңіздер. Хрустящий. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаңызға.